Вот уже почти 37 лет телевышка «Коктубе» является символом телевидения Казахстана и самой высокой телевышкой над уровнем моря на планете. Мы неспроста выбрали именно эту локацию, ведь для нас это символ высочайших достижений и высочайшего качества. Сегодня здесь, на высоте 1452 метра, мы презентуем продукт для казахстанцев, созданный в Казахстане специалистами Казахтелеком. Казахтелеком ұсынған ТВ+, демалысыңызға мән беретін бірегей өнім. Өнімді әзірлеуге қолданылған технологиялар теледидар көруге сізге бірегей жаңа мүмкіндіктер ашады. Ал енді ТВ+ қосайық та соған көз жеткізейік. Заманауи әрі түсінікті интерфейс арқылы көрермен видеотеканы оңай басқара алады. Басты бетте бұрын көрген бейнелеріңізге қарай жинақталып, сізге ғана арналған ұсыныстар, прокат жаңалықтары, рейтинг көшіндегі үздіктер, арнаулы топтамалар шығып тұрады. Басқасына ауысуға асықпаңыз, қызықтың бәрі алда. Шай ішем деп көрсетілімді өткізіп алдыңыз ба? Ештеңе етпейді. Эфирдің басына қайта оралыңыз. Немесе тоқтата тұрыңыз да, тәтті шайыңызды жалғастырыңыз. Енді ТВ+ арқылы телевидение сіздің ыңғайыңызға бейімделеді. ТВ+-те соңғы 7 күннің телехабарлар мұрағаты да бар. Іздеген контентіңізді оңай табасыз. Ол үшін ТВ мұрағат қосымша бетіне кіріп, фильм, сериал немесе хабардың атын жазсаңыз болды. Атын ұмытып қалдыңыз ба? Түк етпейді. Қалаған телеарнаның хабарын мұрағаттан меню арқылы тауып, тамашалай бересіз. Видеотекамызда сізге қызықтың бәрі бар. Әлемдік студиялардың рейтингі жоғары фильмдер мен телехикаяларын ТВ+-тен табасыз. Алайда Қазақстанда жасалған контентіне айрықша орын бөлдік. Ол Қазақстан фильмдері мен хабарларының Казахтелеком ұсынған ТВ+ үшін арнайы шығарылған топтамасы. Лицензиялы контентті жарнамасыз, жақсы сапада тамашалаңыз. Қазақша немесе орысша көрем десеңіз, өз еркіңіз, жалықпасыңыз анық. Ал осының бәрін қай құрылғыда көрсек екен? Иә, ал осының бәрін қай құрылғыда көрсек екен? Қай құрылғыда ТВ+ көрем десеңіз де, патша көңіліңіз білсін. Қаласаңыз смартфонда, планшетте көріңіз, не смарт ТВ функциялы теледидардан тамашалаңыз. Тіпті теледидарыңыз интернетке қосылмайтын ескі болса да, STB қондырмасы арқылы жаңа телевидениенің игілігін пайдалана аласыз. Жаңа өнімнің басты ерекшелігі бұл құрылғыдан басқа құрылғыға ауысу мүмкіндігі. Теледидардағы фильмнің қызығына енді кіргенде, планшеттен көргіңіз келіп қалды ма? Сол мезетте ауыса салыңыз. Қай құрылғыдан тамашаласаңыз да, контент цифрлық сапада қала береді. Бізге HD арналардың ең мол топтамасы 62 телеарна бар. Оған енді 4К сападағы арналарды қосыңыз. Теледидарды бүкіл отбасы көретінін білеміз. ТВ+-тың тағы бір ерекше тұсы. Отбасының әр мүшесіне бөлек профиль ашып, әрбірінің талғамына сай телеарналар мен фильмдер топтамасын жасау мүмкіндігі. Балаларға арналған дайын профильді қолданып, өндіруші ересектерге арналған контент 12+ деп белгілеген контентті шектеп қоюға да болады. ТВ+ интерфейсі көп тілді. Қазақ, орыс немесе ағылшын тілін таңдауға болады. Бұл Казахтелеком ұсынған ТВ+ көрерменнің ыңғайына бейімделгенін тағы бір рет дәлелдейді. Спасибо, Анара. Весь 2020 год мы в Казахтелеком работали над цифровизацией клиентского пути. И рады сообщить вам, что подключить ТВ+ теперь очень легко. А для абонентов, подтвердивших свой номер, это вообще пару кликов.
На портале telecom.kz нажмите кнопку «Подключить» под выбранным тарифом, введите подтвержденный мобильный номер и другие необходимые данные. Скачайте приложение ТВ Плюс в App Store или Google Play. Откройте приложение, введите мобильный номер и код из СМС. После авторизации вы можете начать пользоваться услугой. Также ТВ Плюс доступен вам в пакетах услуг Ультра, Black, Silver. Вы также можете оставить заявку на подключение через круглосуточный WhatsApp, личный кабинет или абонентские отделы в вашем городе. Мы с гордостью сообщаем, пришло время новых достижений, время новых возможностей. И все это реализовано в нашем новом, инновационном и ярком продукте ТВ+.